міне енді телеграмды қараңыздар, осы әр адамда осындай телеграм канал болу керек. Не үшін? Бұны сіздер сайт ретінде қолданасыздар. Яғни бұның ішіне мен бүкіл, мысалы мен бірінші таргетингке жібердім ғой. Сол таргетингке жіберген келген адамдардың барлығымен сөйлесіп, толық ақпарат берінші дегенде оны каждый адамға аудиомен, видеомен, текстпен түсіндіріп отыру өте қиын. Сондықтан осы каналға мен прямой ссылканы беріп, осы каналға кірулерін өтінемін, да. Яғни кірген жағдайда ол кісілер менің нем туралы толықтай білетін болады, яғни сабағым туралы. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызда осындай бір каналды ашып, ішіне өзіңіздің компанияңыз туралы болсын, немесе блогер болсаңыз, өзіңіздің мотивацияларыңызды деген сияқты осының ішіне үйіп төгіп қойыңыздар. Бұл деген адамның уақытын аз кетіреді, зато каждый адамға энергияңызды тратить етіп түсіндіріп отырмайсыз. Сауда-саттықпен айналысатын болсаңыз тіпті жақсы, сізде бар тауарларды осының ішіне салып қоясыз. Адамдар қайсысы қанша теңге тұрады, барлығын біледі, сізден ала беретін болады. Яғни осындай каналды міндетті түрде ашып қойыңыздар. Бұл каналға енді бүкіл ақпараттарды осыны мен қалай сіздерге енгізіп отырмын, осы мысал ретінде көріп, дәл осындай қылып жасап қоюларыңызға болады. Арамызда жаңа курс өткізетін адамдар болса, немесе прайс-лист дейді ғой, сол прайс-листтеріңізді барлығын, сіздің услугаңыздың барлығын осы каналға енгізіп қоясыз. Және ішіне ақпараттарды салып қоясыз. Яғни бұл канал не туралы, есіміңіз кім, өзіңіздің суретіңізді деген сияқты. Осының ссылкасын бересіздер. Мысалы, мынау бұл барлығына көрінетін каналда, сондықтан бұл жерде міне тип канал деген тұрады. Бұл менде публичный. Публичный деп отырғанымыз, ол адамдар мастер-класс деп іздегенде, мысалы, менің каналымды тауып алады. Яғни мына жерде атауын қараңыздар, иә, мастер-класс Инстаграм деп тұр. Келесі курс Инстаграм деп өзгертуім керек болып тұр. Адам тауып алады. Частный канал десе, ол частный канал болып кетеді, ешкім көрмейтін канал болып кетеді. Көрдіңіздер, иә? Бұның ссылкасын қалай жіберемін? Мынаны басасыздар да, поделиться дейсіздер, Telegram, WhatsApp болды. Ал енді мынау менде сабақ өтіп жатырған канал, бизнестағы, бұл менде қараңыздар, тип каналы частный. Яғни копировать ссылку деймін, біреуге ссылкасын жіберер кезде. Копировать деймін, сосын жібере қоямын. Болды? Осылай каналдарыңызды ашып, оны сайт ретінде қолдануларыңызға әбден болады.